Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер, Зайнаб Я, балалар, біз бүгін қазақ халқының өте ерте заманнан келе жатқан зергерлік бұйымдарын қорытындылайтын боламыз. Ал балалар, мінеки әдемі сандықша қойыпты бізге. Осының ішінде көптеген әдемі заттар бар. Олардың не екенін білгілерің келе ма? Ол үшін мен сендерге жұмбақ жасырамын. Жұмбақ шешуге дайынсыңдар ма? Жарайсыңдар балалар. Алтыннан да жасалар, күмістен де табылар. Ана апаларымыз тақпайтын күні болмас оларды. Сырға. Не екен ол? Дұрыс айта ғой. Сырға, білезік, алқа. Дұрыс айтасыңдар. Ал моншақ, жарайсыңдар балалар. Ал осыларды бір сөзбен не деп айтамыз? Әшекей бұйымдар. Жарайсыңдар. Ал қане ашып қарай. Қазір көрсетемін сендерге, балалар, қараңдаршы. Керемет әдемі әшекей бұйымдар бар екен, Ал жарайсыңдар балалар. Ал мынау қандай әшекей бұйым балалар? Сақина. Ал сақинаны кім айтып береді? Қайда тағамыз? Саусаққа тағамыз. Оны қандай металдардан жасайды? Қымбат металдардан жасайды екен, балалар? Алтыннан, күмістен, әртүрлі тастар салып жасайды екен. Өте тамаша балалар. Ал мынау қандай? Білезік. Ал білезікті қайда тағады? Кім айтып береді маған? Білекке тағамыз. Ал кім айтып береді маған білезік туралы? Айта ғой. Білезік санды кісін білекке тағыды. Әшекейлі, бағалы бұйым. Оның қандай түрлері бар? Алтын білезік болады. Алтын білезік, күміс білезік. Топсалы білезік. Сом білезік. Көптеген түрлері бар. Өте тамаша. Біздің ұлттық әшекейлеріміз өте әдемі, балалар? Әдемі. Жарайсың. Ал балалар, мынау қандай әшекей? Алқа. Алқаны қайда тағамыз? Мойнымызға тағамыз. Ал кім айтып береді алқа туралы? Айта ғой. Алқа мойнына тағатын сәнді бұйым. Қымбат металдардан жасалған асыл тастармен әшекейлейді. Дұрыс, асыл тастармен әшекейлейтін құнды зат екен, балалар? Жарайсыңдар. Ал енді мынау не екен, балалар? Сырғаны кімдер тағады? Аналарымыз, қыздар, әжелеріміз бәрі тағады екен, Бұны қайда тағады? Құлағымызға, барымызға. Дұрыс айтасың. Ал осы сырға туралы кім айтып бере алады? Айта ғой. Сырға әртүрлі қымбат металдардан, асыл тастардан көз қондырып соғылған қыздар мен аналардың құлаққа тағатын әшекейлер, сәнді зергерлік бұйымдар, жерге шығған сыртқы пішінін ұлттық халге орып, сауыс арасына өнектемен безендіреді. Өте тамаша, сырға тураларда көп біледі. Жарайсыңдар балалар. Біз әшекей бұйымдар туралы көп нәрсені біліп үйрендік, балалар? Жарайсыңдар. Ал балалар, біздер мінеки әшекей бұйымдар көрмесіне келдік. Жақындай қойыңдар, балалар. Мінеки әшекей бұйымдар көрмесінде мынау не екен? Білезік. Кімдер тағады бұл білезікті? Әжелер. Ал мынау? Не мынау? Моншақ. Оны кімдер тағады, қыздар? Қыздар мыналар. Қыздар, аналарымыз тағады. Ал мынау не екен, балалар? Корона. Коронаны қазақшаны ал дейміз? Тәжі. Тәжі алтыннан жасалған екен, Оған гауһар тастардан әдемі көздермен әшекейлеген, Ой, міне тәжімізді керемет екен. Ал мынау нелер, балалар? Моншақтар. Бұны қайда тағамыз? Білегімізге тағамыз. Қыздар тағады бұны, Ал мынау қандай әшекей бұйым? Дұрыс. Алқа. Мынау не? Сақина. Ал мынау білезік, Бұны үлкен апаларымыз, қыздарымыз, мынау нағыз біздің ұлттық әшекейіміз, балалар. Көріпсіңдер? Әдемі көзбен безендірген күмістен жасалған. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар мына жерге бізге ойында дайындап қойыпты. Қарайшы кел. Қыз балаға
Қандай әшекей бұйым керек дейді. Қыз балаға не керек екен? Алқа керек екен, дұрыс. Сақина, дұрыс. Білезік, дұрыс. Не мынау? Не мынау? Моншақ керек екен, өте дұрыс, тамаша балалар. Ал енді қыз бала қыдырып болғаннан соң, ал моншақтарын қаяққа жинайды екен? Мынау не балалар? Сандыққа. Ал әшекей бұйымдарды сандыққа саламыз, е? Сандыққа сал. Қолыңдағы не мынау? Дұрыс айтасыңдар, моншақ. Мінекей бәрін сандыққа салып қойдық. Өте тамаша балалар. Ал балалар, осы әшекей бұйымдарды кім жасайтынын білесіңдер ма? Кім жасайды екен? Шебер адам. Шебер адам. Я, оны кім дейдіміз? Зергерлер, я? Зергерлер. Жақсы. Осы шеберлердің, шеберханасына зергерлердің барып көргілері келе ма? Қалай жасалып жатқанын? Жарайсыздар. Жүріңдер балалар, шеберханаға барайық. Сәлеметсіздер, шебер. Қош келдіңдер балалар. Мен шеберханам. Мен әшекей жасаймын. Ал балалар, енді шеберден біз көптеген нәрселерді үйренуге болады екен, е? Кәнекей отырып жайғасыңдар. Мен әшекей бұйымдар жасаймын. Мынау безек, мынау моншақ. Сыға мен шақайнамын, атымен күністі жасаймын. Ал шебер, сіз қазір қандай әшекей бұйым жасап жатырсыз? Моншақ жасап Атымен моншақтанды таңдауым. Тіпке чейім. Болған әшекей бұйымдар әкеме өтеді. Ал балалар, жұмысқа кіріспес бұрын бойымызды бір сергітіп алайық. Орнымыздан тұрайық барлығымыз. Біледі, қолымда бар сақиған, сылдырайды сырғамыз, бәріміз әдеміміз. Бойымызды сергітіп алдық. Енді орнымызға отырып, шеберханада жұмысымызды жалғастырайық. Ясмин, мына моншақты кімге арнап жасадың? Анама. Анаңа арнап жасадың ма? Өте әдемі болған екен, е? Жарайсың. Айлин, саған мына моншақтарды тізу қиын болды ма? Жоқ. Қандай түстерден жасадың? Түрлі түстерден. Дұрыс. Қандай түстерді жасадың? Қызыл, көк, қызыл, көк. Жарайсың, білезің, әдемі болған екен, е? Әр түрлі түсті моншақтарды тізген екенсің. Өте жарқысы, тамаша. Балалар, осы жасап жатқан әшекей бұйымдарымыз туралы кім маған тақпақ айтып береді екен? Мен. Жарайсың, аяулым, айта ғой. Екістің зақылар, қонда әсіңді сақылар, онсы сасы ағымен күнінді сақылар. Жарайсың, аяулым. Ал моншақ туралы кім тақпақ біледі екен, балалар? Мен. Моншақ. Моншағым ба әдемі, іспекенін дүгер, оны мамадағамын, күнде болып сақарамын. Жарайсың. Балалар, бүгінгі шеберханада жасаған әшекей бұйымдарыңыз өздеріңізге ұнады ма? Ой, қандай өте әдемі, е? Білезіктерің да, моншақтарың да. Онда мына шеберімізге рахмет айтайық. Рахмет, шебер.